Алдыңғы сабақтарда біз present simple'дің positive формын қарастырдық. Бүгін біз сіздермен question және negative форм қарастырамыз. Бірақ сіздерге түсінікті болу үшін также біз сөйлемнің болымды түрінде бірнеше мысалдар жазып алайық. Мысалға, өткен сабақта алған, опять же, мына етістіктерді аламыз. Become. Мысалыға, I become a doctor. Мен дәрігер боламын. Келесі, you begin a book. Сен бастайсың кітап. Яғни затесім етістік. Келесі сөйлем, he сындырады, break. Breakқа біз s жалғауын қосамыз, себебі he-дан басталып тұр. He breaks a table мысалы. Ол стол сындырады. My dad, мысалы, my dad сатып алады, байға тоже s жалғауын қосамыз. Себебі әке, ол бір адам, ол, в принципе, he деген сөздің орнында тұр, иә? My dad buys meat. Менің әкем сатып алады ет. Міне біз сөйлемнің positive формын құрастырдық. Енді question формында не істейміз? Сұрақта сөйлемнің басына do, he she'ттің алдында does қоямыз. Do, егер сөйлемнің басы I-дан басталса, you-дан, we, they және көпше түрінен басталса, онда do қоясыз. Үшінші жақтан басталса, мысалға he, she, it, немесе осының орнында келетін сөздермен басталатын болса, онда does қоямыз. Сөйлем мына жерде I-дан басталып тұр. Яғни сұрақ қалай болады? Do I become a doctor? Перевод. Мен дәрігер боламын ба? Мен, сұрақ мен болса, жауап сен болады. Yes, you do. Я, сен боласың. You, сөйлем you-дан басталатын болса, тоже do қоясыз. Мысалға, do you begin a book? Сен кітап бастайсың ба? Сұрақ сен болатын болса, жауап мен болады. Значит, yes, I do. Сөйлем he-дан басталып тұр, значит, сөйлемнің басында does қоясыз. Does he break? Сұрақ қойған кезде he-дің қасындағы break деген етістіктегі s жалғауы түсіп қалады. Біз s-ті қосамыз тек сөйлемнің болымды түрінде. Значит, does he break a table? Ол стол сындыра ма? Сұрақ ол болатын болса, жауап тоже ол болады. Yes, he does. Я, ол сындырады. Енді қараңыз, мына жерде қалай сұрақ қоясыз? My dad ол бір адам, ол he деген сөз. Значит, сұрақта does қоясыз. Сонда сұрақ, does my dad байдың әсі түсіп қалады сұрақта. Meat. Менің әкем сатып ала ма ет? Жауапта я, менің әкем деп айтпаймыз, біз оны he мен ауыстыра саламыз. Yes, he does. Егер мысалға мына жақта менің анам болатын болса, онда жауап yes, she does болатын еді, иә? Яғни осылай сіз сұрақ құрайсыз. Енді бізде қай форма қалды? Бізде негатив қалды. Негативта болымсыз түрінде don't немесе doesn't қолданамыз, көмекші етістік. Мысалға, мен дәрігер болмаймын. Мен, I, отрицание don't become a doctor. Міне. Сен you don't begin бастамайсың a book. Сен кітап бастамайсың. Міне, біз don't қойдық та, негатив жасадық. Сөйлем he-дан басталса, значит, doesn't қоямыз. He doesn't тұрған жерде, мұна тұрған break-тағы s жалғауы тоже түседі. He doesn't break, ол сындырмайды, a table, столды. Енді соңғы сөйлем my dad ол he, значит, ол тоже doesn't болады. My dad doesn't байдың s жалғауы түседі, meat, ет. Менің әкем сатып алмайды ет. Міне қысқаша ақпарат present simple туралы осы. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақтарда біз басқа шақтарды қарастырамыз. Ол үшін бізге тіркелуді ұмытпаңыз. See you guys.